Бүгін біздер құрамы күрделі теңдеуді шығаратын боламыз. Қарапайым теңдеу емес, яғни күрделі теңдеуді шығарамыз. Ол үшін ең алдымен біздер күрделі теңдеуді қарапайым теңдеуге айналдырып алуымыз керек. Бірінші теңдеуімізге қараймыз. Қай жақ бөлігінде белгісіз сан бар. Яғни бұл жерде А бар. Сол А әрпінің мәнін табуымыз керек. Бірінші 27 мен А-ның бөліндісін жазып қоямыз. Тең болады. Мына жақты біздер орындай аламыз. Яғни бұл жерде сандар болғандықтан бір-біріне қосып аламыз. 5 пен 4-тің қосындысы біздерде нешеге тең болады? 9-ға тең болады. Енді қарасақ, біздің күрделі теңдеуіміз қарапайым теңдеуге айналды. Енді қарапайым теңдеуді бізге шешу оңай болады, жай теңдеуді. Бұл жерде А тең 27-ні 9-ға бөлеміз. А тең 3-ке тең болады. 9-дың таблицасын еске түсіреміз бұл жерде. Астын сызамыз. Енді осы жерде көп жаңағы балалар қателесіп жатады. Мына астыңғы бөлігін жазу үшін есептің берілгеніне қараймыз теңдеудің. 27 бөлінген А-ның орнына 3 санын қоямыз. Яғни біздерде А-ның мәні 3-ке тең болады. Тең болады 5 пен 4-тің қосындысы. Енді теңдеуімізді тексереміз. 27 мен 3-тің бөліндісі 9-ға тең. 5 пен 4-тің қосындысы 9-ға тең. Біздің теңдеуіміз дұрыс дегенді білдіреді. Келесі күрделі теңдеуімізді шығарамыз. Бұл жерде жақша бар, қарап отырсақ, теңдеуіміздің құрылымы күрделі болып тұр. Енді теңдеудің белгісіз бөлігін жазып қоямыз. 56 мен X-тің бөліндісі дегенді жазамыз. Жақшаның ішін орындаймыз. 10 мен 6-ның қосындысы біздерде 16-ға тең, бөлінген 2. Енді ары қарай шығарамыз. 56 мен X-тің бөліндісі тең болады. 16-ны 2-ге бөлгенде біздерде 8 болады. 2-ның таблицасын еске түсіресің. Енді ары қарай біздің күрделі теңдеуіміз қарапайым теңдеуге, жай теңдеуге айналды. Енді ары қарай X тең болады 56 бөлінген 8. X тең 56-ны 8-ге бөлсек, нешеге тең болады? 7-ге тең болады. 8-дің таблицасын еске түсіретін боламыз. Астын сызамыз. Астыңғы бөлігін жазу үшін қайда қараймыз? Берілгеніне қараймыз. 56 бөлінген X-тің орнына 7-ні қоямыз. Тең болады 10 мен 6-ның қосындысы бөлінген 2. 56-ны 7-ге бөлсек 8 болады. Тең 16 мен 6-ның қосындысы 10 мен 6-ның қосындысы 16. 16-ны 2-ге бөлеміз. 8 болады. Міне 8 тең 8-ге. Яғни біздің теңдеуіміз дұрыс дегенді білдіреді. Міне күрделі теңдеуді, құрылымы күрделі теңдеуді біздер осылай шығаратын боламыз.